балалар. Сәлеметсіздер. Ал қазақ тілінің сабағын бастаймыз. Қазір біздер бүгінгі жаңа сабақта амоним, синоним, антонимді қайталауды бастаймыз. Балалар, біз қазір сендермен жұмыртқа жинау әдісін өтеміз. Ал тақтаға кім шығады? Жұмыртқа жинау әдісіне. Ал ботагөз шығамыз. Жанарыз, Айсұлу, Аяру, Жамбыл, Нұрсая, Айсұлтар шығамыз. Мына жерде сұрақтар берілген. Бір сұрақтан аламыз. Ал бастаймыз, балалар. Ал оқимыз сұрақтар. Дауысын шығарады. Антоним дегеніміз не? Дұрыстап тұрамыз. Ал антоним дегеніміз не? Айтамыз кән? Антоним дегеніміз не? Бір-біріне қарама-қарсы сөздерді Антоним дейміз. Жарайсың. Ал мысал келтіреміз. Не болады? Қара, жақсы, жаман. Отыра ғой, өте тамаша. Келесі. Сөйлем нешеге бөлінеді? Сөйлем нешеге бөлінеді? Нешеге бөлінеді? Нешеге бөлінеді? Үшке бөлінеді. Дауысын шығарып айта ғой. Хабарлы дауысын шығар. Сұраулы сөйлем. Дауысыңды шығарып айт. Келесі Аяру. Синонимға мысал келтір. Дауысын шығарам. Әдемі, сұлу, Батыр. мықты, Өте тамаша. Келесі ботагөз. Диалог дегеніміз не? Дауысын шығар. немесе бірнеше адамның сөйлесуі. Өте тамаша. Келесі Айсұлтан. Бетті сөйлем дегеніміз не? Бетті сөйлем. Қуаныш, шаттану мақсатында айтылатын сөйлемді лепті сөйлейміз. Өте тамаша. Отыра ғой. Ал сенікі? Амонимға мысал келтір. Амонимға мысал келтіреміз. Амонимға. Кім айтады амонимға? Көзім қара, тақтаға қара, адамның жүзі. Өте тамаша. Келесі. Латынның қандай түрлері бар? Қандай түрлері бар? Пайымдау, сипаттау, әңгімелеу. Жарайсыздар. Ал балалар, бір-бірімізге өзі шапалап отырып қоямыз. Ал енді келесі тапсырма бізде балалар. Кітапқа қараймыз, оқулыққа қараймыз. Бірінші тапсырмаға қараймыз.
Bizге үшінші тапсырма қараймыз. Тақтаға қараймыз балалар. Ал Жамбыл оқышы. Direkt sözlerde kullanıp oturup deniz takırыбында әңгіме құрап жатыр. Әңгіме құрап жатамыз. Бізге Қазақстан боксшылар Серік Сәбит, Бекзат Саттарханов жеңу туралы беріпті. Ал енді қараймыз біздер. Бізде қараймыз. Қазақстан боксшыларында Серік Сәбит пен Бекзат Саттарханов жеңіс туын желбіретті деп сөйлем құрауға болады. Бізде мәтін құрауға болады. Ал енді бізде семантикалық картамен жұмыс жасаймыз. Барлығымыз тақтаға қараймыз. Үлкен, кіші. Қай антоним ба, синоним ба? Үлкен, кіші. Антоним. Сұлу, әдемі. Синоним. Түзу, қисық. Түзу, қисық. Антоним. Бет, рең. Синоним, я? Ара, бас. Амоним. Келесі, қой, алма. Амоним, я? Жарайсыңдар балалар. Енді келесі тапсырма. Ал дұрыс екенін тексердік. Өте тамаша. Енді балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйде 18-ші жаттығуды жаз